Çık kırılır da. Неше жыл болды? 33 жыл болған екен. Көке, неше жыл болды? 33 міне. Шешемне айтты, соны айта беретін бақаптым кісі. Шабалаған қойыңыздар. 33 жыл. Молодцы, күшті ескірмеген махаббат дейді. Енді шыны керек, семіздің арықтың талып қалатын шағында елдегі дағдарысқа, тұрақсыздыққа қарамай, баладай көңілмен даладай дастархан жайып, мінекей жұбайының анамыздың туған күнін жасап беріп жатқан көкеме анамызға бір қаттырақ шапалақ қойыңыздаршы. Туған күн құтты болсын деп. Рахмет. Енді былай болсын, көке, 33 жыл бойы үйде кім биледі? Ойланып айттыңыз ба? Сенім түрде айтыңыз, кім биледі? Сүйретім. Өзіңіз сенсеңіз ба? Кім биледі? Отағасы биледі дейді. Көке, сіз биледі деп жарақау. Тоқта. Отырыңдаршы көршілер. Отырыңдар. Біз үйде 33 жыл бойы кім билеген анықтап атырық та ерді. 33 жыл бойы үйде көкем билепті, шабалағат қойыңыздар. Ал көке, биліңізді көрейін. Биліңіз көке. Көке, кім биледі? Жұбайланды ол. Сен шықтым деп әгін үйді ойнап, арағын үйге барған кезде де ойнап. Кім биледі? Мен. Ал, көрек биліңізді. Ал, кел. Давай. Молодцы. 33 жыл бойы үйді кім биледі? Анамыздан сұрайық. Кім биледі? Отағасы биледі. Биледі. Ал кеттік. Давай. Көкем, жай биледі. Кім биледі? Мен. Таңқандай екен бұл кісінің, тамаша. Рахмет, қол соғып қойыңыздаршы. Молодцы, әдемі. Күшті. Енді бұл барлығы әзіл қалжың, просто сіздердің назарларыңызды аудару мақсатында болып жатыр. Енді былай қылайық, әрмен қарай кешімізді керемет көңіл-күймен жалғайық. Былай болсын, сыйлықтар таратамыз. Общий командаға таратамыз. Жарыс болады. Екі командаға бөлсеміз, оң қанат және сол қанатқа. Көке, сіз таңдаңыз. Өйткені үйді сіз билейсіз. Қай бет таласы, оң жағы би, сол жақ? Қайсысы? Сол жақ жақындайық. Сіздің командаңыз сол жақ. Сізде вариант жоқ па сізде?
ортаға тұрыңыз. Құда қаяқта? Құда қыздыратын жаққа келіп қапты ғой. Иә, құда енді болды, фантазия білесіздер киноны. Ал, құдамен көршіге қол соқпай, инвестиция құда! Ал! Құданың үстіне ағыз тастадыңыз ғой? Иә, сол Астанадан келген құда еді. Рахмет. Құда мәз бар дейді. Рахмет, күшті. Малла